Ардақты көрермен, өзекті әрі қызықты ақпараттар тек біздің арнамызда. Сондықтан да YouTube арнамызға тіркеліп, лайк батырмасын басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Арма ардақты көрермен, эфирде Аманаттаймыз бағдарламасы, сіздермен бірге мен, Гүлшат Жаханқызы. Қазақтың төл өнері туралы еске алар болсақ, қазақтың қара домбырасы бірден еске түсетіні анық. Домбыра қазақтың асыл қазынасы, асыл мұрасы. Жақсылықты да, жамандықты да, қуанышты да, қайғыны да қазақ ежелде домбыра өнерімен жеткізетін болған. Қазақтың домбырасында сан ғасырлық тарихпен терең шежірелі дүние жатыр. Біз бүгін осы қара домбыра туралы Аманаттаймыз бағдарламасында оңтүстік Қазақстан облысының күллі шеберлерінің ұстазы бола білген Сәдібеков Молдабек ағамыз туралы айтпақпыз. Арнадан ажырамай, бізбен бірге болыңыздар. Қайырлы күн, Молдабек аға. Саламат па, келіңіздер. Біз арнайы сіздің шеберханаңызға келіп отырмыз. Аманаттаймыз бағдарламасымен жалпы домбыра жасау шеберлігін өзіңіз туралы кеңінен біздің көрермендерімізге тарқатып айтып берсеңіз. Бұл домбыра қазақтың төл өнері, өзіне қазаққа тән ерекше өзінің қасиетті сазды аспабы. Бұл енді домбыраны енді қанша ұсталар бұрыннан айтып жатыр, қалай жасалады, басынан басы қалай басталады деп. Ең бірінші ағашын баптап алу керек. Кептіру жолы ең жәлдегі домбыраның ең үлкен тірлігі жұмысы сол. Өйткені бұны баптап кептіргенде кәдімгі күннің астында емес, көлеңкеге кептіріп ағаш құрғақ болу керек. Одан кейін мынау домбыраның дыбысын шығаратын ағаштың нелері болады жаңағыдай. Осы бет тақтайғы дыбысты ең бірінші артқы ағаштары бұлар енді көп неге рөл атқармайды, көбіне рөл атқаратын бет тақтай дыбысты шығарады. Осының мынау слойлары, осы түзу слой, ірі слой болмау керек, дыбысты тұншықтырып ұстап қалады. Осы слойларын тамыр-тамыр кесіп алуында да үлкен не жатыр, қырлар жатыр, сырлар. Кесіп алып, осының 3-4 неден құрастырылады, мысалы, мұндай тақтайлардан құрастырылады. Осындай тақтайлардан құрастырылады. Ата мына көбісі ойлайды екен, үлкен жалпақ бір ағаш деп, ондай емес. Бұл бір ағаш емес, бірнеше ағаштан құрастырылады. Дыбыс шығу үшін осылай құрастырылады. Дыбыс шығу үшін, өйткені ағаштың барлық жерінде мындай жіңішке слой болмайды, бір жерінде мындай ерек слой болады. Сондықтан көбіне жіңішке слойлар дыбысты жақсы өтсе діріл пайда береді, вибрация дейді, толқын береді, сол арқылы дыбыс шығарады. Ырғақты күшейтеді. Ырғақты күшейтеді дыбыстың. Сол үшін ағашты андай осындай барлық жерін емес, жіңішке слой шет-шетінде ғана, сол шет-шетін өңкей шетінен кесіп алып отырады да, соны бет тақтай құрастырып шығарады. Бұны сасна ағашы, кәдімгі қарағай қазақша, елка, шырша, осы екі ағаштан бет тақтай домбыраның дыбысы, скрипканың гитараның дыбысы керемет болып шығады. Осы ағаштардың, көбіне осы ағаштарын істеледі. Ағамна, сіз жасап жатқан домбыра біздің қазақтың төл мұрамыз, құндылығымыз деп есептейміз. Осы домбырамыздың әлемдік аренаға шығуына қалай ықпал жасасақ болады? Төл құжаты жоқ деп біздің домбырамыз кенже қалып жатады ғой. Мен де соны шет жағын естіп қалып жатырмын. Мысалы,
мысалы скрипканың, басқа осы гитара болсын, барлық инструменттер уже әлемдік төлқұжаты бар дейді да. Ал енді мынау домбырада ондай ешқандай өзінің документ төлқұжаты болмағандықтан самолетке де мінгізбейді екен домбырамен. Соны естіп қалатынмын. Енді мен оны ойланбақ, мен ойлап тұрсам бұл өте қазақ еліне, мемлекетіне де үлкен ойланатын нәрсе. Бұны енді жоғары жақтан да бір атсалыспаса, бұл мынау Шымкентте сайлау Жақсыбеков ағамыз да осы домбыраның төлқұжатын дайындау туралы көп еңбек етіп жатыр екен. Соны қолдау керек. Емесе мысалы бұл былай қарасаң іс жүзінде қобыз бен домбыра шетелді мойындатып, шетел тамсандырып жатыр. Барлық Америкаға шейін бұны қызық көріп таңғалып жатыр, дыбысына, әуеніне, осынша кішкентай бір екі пернемен сонша музыкаға, халық кез келген музыканың дыбысын ойнап бере алады. Қобыздың әртүрлі мынау қасқырдың мынау кәдімгі түйе бура, кәдімгі үлкен атан түйелерінде дауысын шығарады. Керемет осындай табиғаттың үнін шығарып бере алады қобыз. Соның бәрінен осындай ешқандай төлқұжат жоқ болғаны өте өкінішті. Енді естіп, менде ол дұрыс емес екенін ойланып жатырмын. Енді алдағы уақытта соны жоғары жақтағылар көмектесіп қолға алса деген ниеттеміз. Бәлкім біз тек қана осы домбыраны жаңағы өзіңіз айтқан қарағайдан, жаңағы шырша ағашынан, жаңғақтан ойып жасап жүріп, қоңыр үні өзімізге ғана тән. Мүмкін жаңағы қазіргіше реконструкция жасап, басқаша бір амалдарменен оны өзгертіп, құрылымын өзгертіп, қосуға да болатын шығар. Сіздер енді неше жылдан бері жасап, зерттеп келе жатқан мамансыздар ғой. Иә, оны өйтіп домбыраны да, онсыз да қазір бұрынғы анау Совет үкіметіндегі домбыралар ғана, қазір бұл домбыра өте жоғары көтерілді. Дыбысы да кәдімгі толқыннандай таза дыбыс беруі. Бірақ жаңағыдай ешқандай армаға төлқұжат жағына қарай мән бермеген, бірақ жалпы дамыды, жақсы дамыды. Скрипканың дыбысынан да жақсы дыбыстар шығаратын болып, ол жағына келді. Бірақ енді мынау бұрынғы қазақи жуан дыбыстан шамалы алыстады, ол рас. Өйткені бұрын кездері мынау ненің ешкінің ішегін тағатын болғанда, сол ішекке де байланысты болады. Ішек дыбысты қоңыр, домбыраның дыбысын өзінің қоңыр, әуенді, жуан дыбысты шығарып берген. Қазір ондай дыбыстан анағаны қазір кәдімгі балыққа арналған ішектің сапалы түрін японский дейді, германский сондай ішектер салып қана шамалы жақындатып жатыр, бірақ баяғы дыбыс бермейді. Ол дыбыс, ол ішекті салса ұзаққа бармайды, тез үзіліп қала береді, тез созылады кәдімгі ішектен, бірақ жақсы дыбыс берген емес. Нағыз домбыраны кезінде жаңағы сүйекпенен араластырып, ағашпен жасап, ешкінің шегімен жасаған нағыз домбыра, сол үнді сағындық деп жатады кейбір қариялар, кейбір жаңағы әншілер дегендей. Ал енді сіз оның шектің домбыраға жарамайтынын айтып жатсыз. Оның да жасау жолы бар шығар, оның да әдісі бар шығар. Зерттеулеріңізде жоқ па? Келешекте сондай домбыра шығарсаңыз, нағыз қазақтың қоңыр үнін әуелетіп естіп отырған ол қандай ғанибет. Енді мынау домбыраның жалпы дыбысын, жалпы қазіргі осы Қазақстан ұсталар жалпы жақсы шығарып, бұрында қараған жақсы шығарып. Енді шегі мен тегіне байланысты. Дыбысты беретін тек ішек, сосын бет тақтай ғой. Сол кезде ішегіне көңіл бөлсе, ол ішегін бұрында сіз айттыңыз ғой, ішектен ешкінің ішегі бар, басқа бір нелердің ішектерін созып келтірген. Бірақ енді соны қазір салса үзіліп қала береді, көбіне салмайды, тез тозып қалады. Енді соны өңдеу жағын, үзілінбейтін жағын қарастырып іздестіруге болады. Бізде ол бәрін жоғалып кеткен ғой. Бізде даже кезінде бізде қанша алтыннан неше түрлі бұйымдар құйған, оның бәрі көміліп, тарих жоғалған. Сол сияқты ішекті де іздестіріп көруге болады. Болмағанда кәдімгі осындай ішекті, дыбысты шығаратын ішек құйып шығаруға болады, кішкене завод ашып. Оның бәріне шамалы қаражат керек. Ол біз сияқты ұсталардың қолынан көп нәрсе келмейді ғой. Бізде ондай үлкен өндірісті ашып кететіндей не жоқ қой. Тек қолмен жасалған. Қолмен жасалған дайын нәрселерді қоса береміз. Дайын ішектерді аламыз жан-жақтан. Бірақ мен енді мынау дыбысын шығаратында текті өзім дыбыс шығаратын пластмастан құйып шығарып, қазір тектерді шығарып жатырмын қазір. Бұндай уже осы материал. Ол не деп аталады?
Бұл енді аттарын білмеймін, көбіне бір әртүрлі пластиктер бар екен құйып шығарады, бірақ осы дыбысты жақсы шығарады екен. Кәдімгі ағаш қарағанда, ағаш текке қарағанда осы тек дыбысты кәдімгідей әдемі береді, таза береді, сосын ол жылжығанын енді табанына байланысты, табанын жаңағыдай текст десек жылжымайды, текст орнатсақ беттігенде. Бірақ дыбыс жақсы береді, сөйтіп іздестіріп табуға да болады, қарап жүрмей. Бір орында тұрмай өзгеріске қарай не алу керек қой? Өзгеріс дамытуға сіздің айтқаныңыздай уже дыбысын жақсы сапалы болуына іздене берген дұрыс па? Мен қарап тұрмын, мұнда домбыралардың бәрін дайындап қойғансыз, тапсырыспен болады ма, жоқ өзіңіз шабыттанған кезде жасай бересіз, өзінің егесін табады ма кезегімен? Бізде енді әр нәрсенің өзінің андай несі болады ғой, сезоны болады да, жазда саябырсып қалады, жазда көбіне домбырадан сабақ беретін мұғалімдер, студенттер, домбыра қатысып жатқан оқушылар каникулда болады да, жазда саябырсиды, ал сентябрьден басталады, оған шейін жай жақындатып, іздену жұмыстарын, домбыраның қалай дыбысы, басқа түрін ойлап табу, сол жағын жай ғана жүріп жатады. Сондықтан қазір заказдар аз. Сентябрьден кейін уже көбейіп кетеді, үлгере алмай қаласың, заказ көп. Жалпы өзі домбыраның стандарты бар, аға? Жоқ, әрбір шебердің өзінің жасау стилі бөлек па? Енді стильдері кейде бөлек болады, бірақ бәрі бір стандарт сол. Размері деген болады, 48-де 2-48 сантиметр болады, мойынның накладка грибін. Мысалы, мынаның ардан арағашын 48 сантиметр болады. Одан кейін шама, бұдан кейін кішкентайлары 46, одан кейін 44, сондай размерлер болады, стандарт. Жалпы домбыра тектес аспаптар көп қой, шіңкілдек бар, шертер бар, бас домбыра бар, оның барлығында жасай бересіз ғой? Бәрін жасай береміз, жетігенде жасаймыз, бас домбыра, шертер, дауылпаз бәрін жасай беремін. Бірақ оларға тапсырсаң көбіне ретке болады да. Көбіне заказдар домбыраға енді әрқашан жасау жолын бізге көрсетсеңіз. Домбыраның қалай басталатыны, оның бәріне ең бірінші барабаны мынау не дейді ғой? Шанақ дейді. Мыналарда шанақша дейді. Мынау полный құралып шықса, бұны шанақша дейді. Ал орысша барабаны. Осын құрастырып алады. Ол үшін мынандай ағашты фанера сап тіліп алынған ағаштан ыстық пешке, үстінде спираль бар, осыны қыздырып алып, осыған кейде сулап алса да болады, суламайда июге болады. Сөйтіп, дымқылдап алып исе жақсы иіледі да. Сөйтіп, ыстық пешке иіледі, кәшағын ысысын, тоққатып. Оны мынандай қалыбы болады. Осы қалыптың наусына болады. Дәл осылай болады, майысып ию керек. Оған енді біраз бұл үйдің де несі бар, өзінің ептілігі болу керек. Мысалы, өзің аңылып сезіммен немесең, мысалы, оны думалақ емес, мұндай бұрыш-бұрыш болып қалса, ол уже домбыра құралу қиын болады. Деп түзеу болып үйілу керек. Оған бір не керек, андай ептілік, ұсталық керек. Бұл бір данадан иесіз ба? Иә, бір данадан ет. Қатар тұратын болғасын бірге июге болмайды ма? Бәрін бірдей ие алмайсың ғой. Біреуі қатты майысып кетеді, біреуін дұрыс ие алмай қаласың. Бұл енді қолдан жасалған бәрі уақыт пен төзімнің жемісі дейді, кәдімгідей уақыт кетеді. Кез келген қолдан жасалған нәрсеге. Көркем мінезбен сабырлылық керек дейсіз ғой. Мысалы, игенге, құрағанға екеуіне бір уақыт кетеді. Игенге де көп уақыт, құрағанға да сондай уақыт кетеді. Бір домбыраны жасап шығу үшін сізге қанша уақыт қажет аға? Бір домбыра болғанда 5-6 домбыраны бірден бастаған дұрыс қой. Бір аптада 5-6 домбыраны бітіруге болады. Бір домбыраны 3-4 күнде бітіресің, сондықтан анау кейін күтіп қаласың, бір домбыра бастасаң. Қашан кебеттеп қарап тұрмайсың, келесін істеп кете беру керек. Бірнеше домбыраның жұмысын қатар жасаған сізге тиімдірек қой. Сол дұрыс қой. Лақ деген кезде де бір домбыра лақ деп қойып отқаннан гөрі 5-6 домбыра лақ деген дұрыс. Мынау енді сызды ғой, бәрі жөнді сымай атқан. Келе қалды. Ал осыны біреулер етті өйт келтіре алмайды. Мындайғы жібереді. Или бүйтіп тұрады, мына әлі бармайды. Сондықтан маған өте ептілік керек, сезіммен несінде мына уже иген кезде аңлап отырасың. Жері шама келмей қалды.
келмей қалған тұсын кері қайтарып жібересіз. Қайттан кері қайтарады. Мұны болды, келді. Осылай 7 жапырақ бола ма, 9 жапырақ бола ма, 11 жапырақ бола ма, 6 жапырақ бола ма, әйтеуір домбыраны осындай жапырақ осын иіп алғаннан кейін, одан кейін мына осының үстіне қиыластырып осының үстіне сүргілеп, мына сүргіге тартып отырып, мұндай ақ шығарады. Жапырақшасы көп болғаны тиімді ма? Жоқ, оған қатысты болмайды. Ол жапырақшасы көп болғанша жұмыртқа сияқты топ-томалақ болып қалады. Түрге отырып таққан таянақтай береді. Одан 7 жапырақ тұрсын негізі. 7 жапырақ, мынау 6 жапырақ кейіннен шығара бастады мұны. Бұл да мынау нараға тұра қалады, қатты таянақтанбайды. Тиімді. Бұл да уже ана көбіне жәлдегі түргеп тұрып таққанда ыңғайлы қойда болсын, көбіне осыны алып жатыр. Оқушыларға да шамалы арасында ыңғайлы тұрады. Енді үйреніп жатқан нелерге, домбыра үйреніп жатқан шәкірттерге де осы ыңғайлы болады. Осылай дыбысын іздейді ғой. Ұрған кезде пақ-пақ деп андай тұншыққан дыбыс емес, ұзақ созылған дыбыс керек та, барабанның дыбысына, дабылдың дыбысына ұқсау керек. Саламатсыз ба? Ананы кепті келе шеше берші. Бұл кісі де сіздің көмекшіңіз ғой, жолдасыңыз. Иә, бұнау жанұямызбен істеп жатырмыз. Сол кезінде үлкен шеберхана оқыта істеген, қанша жұмысшы, балдар алып, қыздар алып, 5-6, 7-8 жұмысшылармен. Одан енді тиімдісі өзінің жанұяңмен істеген дұрыс екен. Өйткені олар біраз істеген екен, үйреніп өздері істеп, өздері күнін көріп сөйтіп арман қарай кете берген. Одан да өзің арман қарай өзің адамың үйретсең, өзің де қанша жыл қызмет етеді да. Сол дұрыс екен сөйтіп. Немесе біраз шәкірттерім тәрбиелеп, біраз Шымкентте көп істеп жатқан. Шымкенттегі бірнеше шеберлерді білем, Дастан деген ағамыз бар, Қожабек деген ағамыз бар. Мекеу сол кісілердің барлығы сізді ұстаз санайды. Досымхан деген бар. Сонда сіз қанша жасыңыздан бастап домбыра жасаумен айналыстыңыз? Неше жыл болды? Негізі қазір 20 жылдан асып бара жатыр. Мен анау ауылда істедім, Жаңақорғанда Қоскенкеде. 1-2 жылдан кейін Шымкентке осарда ауылдан сол 1-2 інішектерді кластасым Ержан алып келіп, осы Шымкентте істеп, қазір біраз жыл болды, 25 жылдан асып бара жатыр. Жалпы атадан балаға берілген дүкен ғой. Енді біз ата-бабаларымыз, әкеміз домбыра жасамаған, бірақ ұсталыққа икем болған. Әкеміз андай қойшы болды ғой енді. Пенсия ашқанша олар жаңа жүген, ер тоқымның нелердің бәрін өзі өре беретін тұғын. Арқаның өзі есе беретін тұғын, жүгенді өзі өретін тұғын. Сондай қолөнерге икем бар болған. Нағашы ағамызда тон тіккен дейді, сондайларды естім. Ұсталып болған негізі домбыра, бірақ жасамаған. Жалпы атадан балаға берілетін дүкен ұстаған қасиет осы қан арқылы неде болады. Жалпы ата-бабаларымыздың өзі қанда болады. Сол тегін кісілер болмаған көрініп тұр. Шәкірттеріңіздің баршылығын білдік. Енді осы ісіңізді жалғастыратын ұрпақтарыңыз бар ма? Аманат етіп келер ұрпаққа жеткізетін өзіңіз секілді. Ұрпақтар, менде қыз балдарым ки. Ұл балам бар еді, қайтыс болып кетті. Қыздарым да енді ішінде қызғатындары онша болмай жатыр әлі, сабақтары бар әлі мектепте ғой. Өткен қыздың тұрмыста. Мынау жаңа деген дыбысын таптық қой. Дыбысын тауып шығардық. Одан кейін серпе жабыстырылады да, келіншегін сияқтандырып. Сол серпе кепкеннен кейін келейі. Тағы да дыбысын шығару керек болады. Өзінің жәлдегідей ұрған кезде ұрған кезде созылып тұратын дыбыс керек та бұған. Кейін сондай дыбыс тапқаннан кейін барып бетіне жабуға болады. Бетіне байлап тастауға болады. Қою дыбыс шыққан жерді жону арқылы жұқартасыз ба? Семеніп тұрсаң дыбыс шықпайды, пық-пық деп тұрады. Сондай дыбыс шықпау керек та, қайта наоборот жаңғырып тұрған дыбыс шығу керек та ұрғанда. Ағанда сондай дыбыс шығып тұрсаң, жұқартып іздейсің. Нан жұқартып іздейсің, бетіне жабылса екі ағашты. Соны жұқарту арқылы созылатын, ұзақ созылып тұратын дыбыс табып аласың. Кейде соны таппай, ұсталардың көбісі дыбысын таппай істеп, шәлеу домбыра шығарып атады ғой. Үні жағымсыз домбыра шығарып. Ашық болу керек, қоңыр дыбысты болу керек, сол жағынан жаңағыдай несін жеткізе алмай жатады. Енді бұнда нелер көп қой. Жалпы құпия ма осыны жасау шеберлер арасында? Көбіне құпия болған, осы дыбысын құпия қылады, дыбысын. Ал мына аяқтарын үйрете береді.
дыбыс таңдауды өзіңіздің қабілетіңізге байланысты. Оны ұста үйренген шәкірттер өзі ақыр тауып алады. Кейде тауып алып, кейде қайттан жаңылыс береді. Оның анау несіне байланысты ғой. Ынтасына несіне байланысты тауып алады ақыр. Мысалы. Екі шетін алып. Енді жақсы шықты. Бұл домбыраның бетіне қоюға дайын болған тақтайыңыз. Бетін тақтай уже. Ең басы осы бет тақтайға байланысты жақсы. Жеңгейдің жұмысымен таныстырсаңыз. Ол енді онау дайын болған бірінші мынау дайын болады ғой. Ағаш серппе деген болады, пружина дейді. Сол жоқ кезден сол пружинасын жапсырып жатыр қазір. Пружинасы кірелеп, анау неге қысып қояды ағашқа. Мен мына жерде аға домбырадан бөлек мінекей ыдыс аяқтарды да көріп тұрмын. Бұл да сіздің қолыңыздан ойылып жасаған дүниелерге ұқсайды. Сұраныс бар ма осы қасық, шанышқыларға? Бұларға енді қазір сұраныс жоқ, өйткені бұны әлі ұмытты ғой. Бұрын қасықпен, ағаш қасықпен, ағаш пышақпен тамаққа қолдану, ағаш шанышқылармен қазір темірге пластмасс өтіп кеткен. Енді бұны қайттан шығарып, халыққа көрсетіп атсақ, уже қайттан қолданыс басталды, өйткені өте пайдалы. Ағашпен тамақ жеу, кез келген нені ағаш қасықпен тамақтану деген табиғи таза өнім болғандықтан халық қайттан қолданысқа еніп кете алады. Бірақ бұған біз жасайық десек, қолдан жасалған уақытта өте көп уақытын кетеді, көп шығара алмайсың. Сондықтан станоктар алып осыны шығаратын, астауларды станокпен жасап шығарып жатыр ғой. Сондай станоктар алсақ, көп шығарған ойда бар. Қымбатты көрермен, ертеректе біздің ата-бабаларымыз ауру сырқаудың алдын алып, мынадай табиғи заттармен табиғи заттарды тұтыну арқылы өздерінің денсаулықтарын күткен. Молдабек ағамыз тек қана домбыра жасау өнерімен ғана емес, ағаш бұйымдарды да, ағаш ыдыс аяқтарды да жасауды қолға алып жатыр екен. Бұл кезінде ата-бабаларымыз темір жетіспеушілікті, йод жетіспеушілікті, барлық осындай ауруларды ағаштар арқылы емдеп отқан. Оның себебі жаңғақтан жасалған қасық пен ас ішсе, йод тапшылығы жетіспейтін адамның йоды толығып отырған. Ал үйеңкіден, шыршадан жасалынған ағаштар ол дене бөртпесінің қазіргі кездегі жастардың да бойынан табылып атқан кішкентай балалардың бойындағы дене бөртпелерінің алдын алу үшін осы ағаштан жасалынған ыдыс аяқтардың көп пайдасы тиген екен. Қазірде астаулардың бәрін қанша ұсталар жасап шығарып жатқан, қазір станок шықты ғой, енді қолмен түртінектеп атқаннан гөрі станок жасап шығарып жатыр да. Енді соны пайдаланып станоктар алып атсақ, біз мынау мысалы астаумен тамақ ішеді, бірақ астаудан алып қайттан порфирный тәрілкеге сондайға салып жатыр, темір тәрілке. Ал мына ағаш тәрілкеге салса, қанша сіз айтқан сияқты пайдасы адамға өте пайдалы. Сондықтан осы ағаш тәрілке жасауды қолға алғымыз келіп жатыр. Мынарда інім Қожекеңнің қазір кішкене станогы бар енді. Ұсталған ескілеуін алып, осыларды істеп жатыр. Мынаны да Қожекең істеген, мыналарды Қожекең істеген. Енді бізде соны інім сияқтанып станог алсақ, тәрекелерді қосу, қасықты қосу ойымызда бар да. Өйткені бұл халыққа өте пайдалы экологиялық таза өнім. Заманауи стильға сай болғанымен біздің қазақи құндылықтарымыз ата-бабамызға қолдалған ыдыс аяқтарын қазақтың дастарханына, үстел мәзіріне енгізгіңіз келгені бізді қуантып тұр аға. Енді бұл домбыраларды осылай жәлдегідей көрсеткенде иіп алғаннан кейін, осындай жеті шанақты иіп алғаннан кейін шаблон болады, шаблонмен сызып алып, сонымен кесіп шығарамыздағыны мұндай сүргіге сүргіліп, мұндай қылып резинамен таңып байлап тастаймыз. Сол кезде осы неше күн тұрады бұл? Бұл 3-4 сағат, 2-3 сағат тұрса кебеді.
сөйтіп шешіп алып уже дайын бола береді арманға қарай. Мына өңделген ағаштың бәрі көлеңкеде кебу керек, солай ма? Көбіне көлеңкеде кеп тұрған жақсы. Күнде кеп тұрса жарылады, или өзінің еркінен тыс кебеді, ол қатты кеппейді. Көлеңкеде кепсе өзінің бабымен кебеді, бапталып кебіледі. Жәлдегі өзінің жақсы қасиеттерін сақтап қалады. Сіздің домбыраларыңызды Молдабек аға Қазақстанның белгілі кәсіби мамандары, әншілер, күйшілер алып жатады деп естиміз. Барлығы да осы технологиямен осылай жасалынған домбыраларыңыз ғой, ол кісілердің де қолындағы. Жоқ, сәл артықшылығы. Жоқ, қазір мен өзгешелік енгізіп жатырмын домбыраға. Мысалы, домбыраның осынау қорғаны қаққан кезде мынау ағашты тырнап тастамас үшін үш жерлеріне де көңіл бөліп жатыр. Сөйтіп мынау кәдімгі немен құйып шығарып жатырмын. Пластмасс сүйекке ұқсаған түрі мраморға ұқсайды, қымбат тастар бар, мәрмәр тас дейді. Сондай қылып шығаруға да болады. Пока ізденіп жатыр мынау екеуіне, мынау ремонт домбыра. Бұрын біздің өзіміз жасаған домбыра ремонтқа келеді. Соған да салып көрдім. Енді мынаған енді көріп жатырмын да. Бұл жаңағы домбыраның тырнақтың тырналуынан сақтайды. Тырналуынан әдемі болады, одан кейін мынау тез тозбайды дейсіз ғой. Бұрын ағаш салатын тұғымыз, шпон дейді. Ол ағаштың өзі ағаш болғандықтан қатты ағаш болса тесілетін ғой. Мынау енді ондай тесілмейді. Бір жағынан сәнді көрінеді да. Мынаның қоңыр қызыл светінде салуға болады, сары светінде салуға болады. Ол светін өзгерте беруге болады. Сондай ізденістемін қазір. Дауыстары енді бұрындағыдай ғой, дауыс. Негізі күйге де әнге де кете берсе, ол мықты болғаны. Ол тамаша домбыра болғаны. Ол өте жоғары сапалы істелген болады, дыбысы бәрі. Екеуіне де бірдей кете берген дұрыс. Енді кейбіреулер ерекше маған күйге арна дейді, өйткені мен шертпе күй тартамын дейді. Шертпе күй андай көбін настроен босып қояды, ішегіне құлаған. Қоңыр шығу керек. Оған арнап істеуге болады. Ал жалпы күйге де әнге де кете беретін домбыра, енді жақсы шыққан домбыра болады. Әдемі шығармашылық орындап берсеңіз. Мұны енді соңғы жасалған домбыра, дауысын тексеріп тартып көрейік, ондай жасап. Қазақтың қара домбырасын өзіміздің төл мұрамыз есептегенімізбен түркі тілдес елдердің көпшілігіне ортақ мұра. Бұл көршілес жатқан қырғыз елінің қоңызына, өзбек елінің дутарына, түрік елінің дамбырасына, біздің ноғайлардың және қарақалпақтардың домбыра секілді аспаптарына ұқсас келетін дүние болғандықтан біз бүгін Молдабек ағамыздан өзінің жасап жатқан домбырасының аңызы мен тарихын сұрай кетсек.
Домбыра туралы аңызын айта кетсеңіз, тарихына тоқталсақ кішкене аға. Енді бұл домбыраның тарихы туралы, аңыз туралы болса, бұрынғы кездері аңыз есебінде Ақсақ Темір осы домбыраның үш шекті болған дейді. Сол кезде анау ханның баласы аңға шығып аттан құлап өледі. Содан енді соны естірте алмайды ғой. Көбісі бата алмайды. Ол өзі жарыл шара, мен балам тірідей тауып көндер, өлі әкелсеңдер бастаған шағым деген, соны не істерін білмей, айдалада домбыра тартып отырған бір шалды алып барады, өзі осы өлсін дегенді. Сөйтіп осын жетсесін дейді. Ол домбыраның осы үнімен, қасиетімен анау аңға шыққанын елестетіп күй арқылы жеткізеді. Одан кейін аңға шыққаны, аңды қуғаны, одан кейін құлағаны, сөйтіп қайтыс болған жетсе өзі. Ол бірден айтпай-ақ баласының қайтыс болған домбыраның күйі арқылы оғаттағы да ананы өлтіреміз дейді. Сол кезде ол домбыраны сынады. Мен айтқан жоқпын, домбыра сөйтіп домбыраның жарлығында өлтірем, айтқан адам көмейіне қорғасын құямын деген, қорғасын домбыраға сөйтіп құяды. Сол кезде шегі үзіліп, екі шек болып қалған деген аңыздар бар. Енді олар енді аңыз ғой, енді бұны домбыра туралы Бауыржан Момышұлыдан артық ешкім айтпаған. Домбыраның үнін естіп өспеген қазақ тамыр шабылған ағашпен тең. Ондай ағаш тамырын тереңге жеріп дарада болмайды. Жапырағын жайқалта жайып халқына панада болмайды деп. Домбыраның қандай қазақпен байланысқаны, қазақи рух беретіндігін, домбыраның қазаққа біте қайнасқанын, Махамбет Өтемісұлының өзі осы домбырамен ел қорғағанын, ақындығымен осы халыққа үлкен қызмет етіп кеткендігін бәрі осы арасында осы домбыраның өзінің несі қасиеті домбыраның жатыр ғой, халықпен бірге біте қайнасқан төл өнері қазақтың. Осының бәрі тарих болып қалады ғой. Жалпы аға, бұл қасиеттің өзі атадан балаға берілетін, қанмен берілетін қасиет екені белгілі. Бағана әңгіме барысында айтта кеттіңіз, әкем шопан болған, жалпы нағашы жұртымда ұсталықпен айналысқан үлкен кісілер болған екен, дүкен ұстаған екен деп. Яғни бұның барлығы жаңағы қан арқылы, қасиет арылғаны арқылы берілгенімен, бұл бастамаға келудің өзі бір ықпалы болады ғой. Қандай жағдаймен келдіңіз, нақты бір ағаш ұстасы болуға деген қандай күш алып келді сізді? Дұрыс айтасың, кез келген нәрсені бір істі бастағанда бір түрткі болады, ол рас. Мысалы мен өзі біз армиядан келіп атқан кезде ауылда жұмыс болмай атты, совет үкімет тарқап аттық, совхоз тарқап атты, әйтеуір жұмыс жоқ. Сондай кездері не істеймін деп өзім қол өнерге екенмін бардығын, сурет сала беретін тұғым. Содан Ақштап Бақтияреваның бір өлеңін оқып қалдым. Қария науқастанған тұруға жарамайды, жас келін ойқастаған қал жайын сұрамайды, домбыра сынып қалған тартуға жарамайды, жас жігіт мұңдықпаған қолға ұстап қарамайды деген бір 4 шумақ, 5-6 шумақ өлеңін оқып, осы домбырадан сынған домбыраларды қайтып жөндеп, қайта қалпына келтіруге ойым кетіп, сол көршілердің домбырасын, гитарларын ремонттап, сөйтіп бастап, кейін домбыра істеп кеттім ғой. Онда да домбыра маған ешкім үйреткен жоқ. Осы баяғы совет үкімет кезіндегі магазиндегі сол кезіндегі домбыралар бар ғой, қоңыр қара домбыра. Соларды ремонттап, ашып көріп жүріп, сол домбыраға қарап жүріп бастап үйреніп кеттім. Сол Ақштап Бақтияреваның өлеңі әсер етті. Сөйтіп домбыраларды сынып жатқаннан гөрі іске ассын деп сол домбыраларды істеп бастап, домбыра істеп жасап кеттім. Қымбатты көрермен, қазақтың төл өнеріндегі мәдениетіміз бен салт дәстүрімізді дамытудағы өзіміздің бай мұраларымызды айқындайтын қоңыр үнімен қазаққа, түркі тілдес елдерге белгілі болған қазақтың 2 шекті, 7 шанақты, 19 пернелі қара домбырасының жасалу жолын біз бүгін Аманат Таймс бағдарламасында Сәдібеков Молдабек ағамыздан қалай жасалу жолын бірге тамашаладық. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет, қош, сау болыңыздар.